Ассалаумағалейкум достар, бүгін барлығы жақсы көретін пицца және оның жұмсақ қамырын дайындайтын боламыз. Бастамас бұрын маған каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге 100 грамм ұн, 60 грамм жылы су, жарты шай қасық ашытқы, шекер, зәйтүн майы және тұз қажет болады. Және қазір осындай жұмсақ қамыр жасап шығамыз. Енді қыздар тағы да мұқият болыңыздар. Жылы суға шекерді қосамыз, содан кейін ашытқыны қосамыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Ыссы суға біздің ашытқы өліп қалады, мұздай суға ол ерімейді. Ал шекер ашытқының көтерілуіне жақсы көмектеседі. Осылай біз 15 минутқа қойып қоямыз примерно. Ендігі кезек ұнды және тұзды сидадан өткіземіз де ортасын осылай воронкаға ашамыз. Оған қазір зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майынан кейін бірден манаға дайын болған ашытқымызды құямыз. Сіздің де ашытқыңыз осындай болып көтерілу керек. Егер осылай көтерілмесе, онда суыңызды бақылап көріңіз, мүмкін ол мұздай шығар. Осы ашытқыны ұнға құйған кезде аз-аздан құйыңыз, өйткені қазір суымыз артылып қалуы мүмкін. Алдымен қасықпен араластырып алыңыз, өзіңізге сол ыңғайлы, басы біріккенге дейін. Қараңыз, бізде осындай қамыр шығу керек, орташа жұмсақтықта болу керек және қолға жабыспайды. Және менде артылып қалған судың мөлшеріне қараңыз, сізде осы суға мұқият болыңыз. Әдемілеп табаға орналастырыңыз және менде быстро действующий дрожжи болғаннан кейін ол 20 минутта көтеріліп шығады. Салмасына келетін болсақ, еш нәрсені қиындатпай, өзіңізге не ұнайды сол заттарды қосуыңызға болады. Мен обычно дозалған қияр, магазин шұжығы, сыр, кетчуп, немесе томат пен майонез болады. Ал енді біздің қамырымыз осылай 2 есе үлкен болып көтерілу керек. Өте жұмсақ, мен бұндай қамырды ешқашан дайындап көрмегем. Мен бірден 2 порцияға дайындадым, бірақ 4-ке бөлдім, өйткені менде үйде адамдар көп болғаннан кейін жейтін ауыз көп болсын деп. Сіздер олай жасамаңыздар. 100 граммнан бір ғана пицца дайындаңыздар. Менде 200 грамм, значит мен негізінде 2 пицца дайындауым керек болатын, бірақ мен әдейі 4-ке бөлдім осылай. Осы бөлген қамырымызды осылай дөңгелек етіп дайындап аламыз алдын ала. Енді қамырды сізге қолмен жайған ыңғайлы ма, немесе оқтамен жайған ыңғайлы ма? Менде оқта болмағаннан кейін мен қолмен жайдым. Мен тем более қамырды 4-ке бөлгеннен кейін қамырым жұқа болып шықты. Сіздер 2-ге бөлесіздер, уайымдамаңыздар, сіздерде нормальный қалыңдықта шығады. Және противенге салғаннан кейін жан-жағын осылай бүреміз. Бұл бізде хрустящий болып шығады жан-жағы. Үстіне кетчупты жағамыз. Мен кетчуп пайдаландым. Әрі қарай осылай қолыңызда бар сладкий перец немесе осындай тұздалған қияр қосыңыз, үстіне шұжықты қосыңыз. Бірақ сырды біз ірімшікті кішкене піскеннен кейін барып шамалы уақытқа салып қоямыз. Міне осылай ірімшіктен басқасының барлығын қосып, осылай дайындап шықтым. Пиццаның жұмсақ болып піскенін видеодан көруге болады, өйткені қолға ұстаған кезде ол майысып тұр. Міне қазір сіздерге ұстап көрсетейін. Және в любом случае соленый қияр қосқанда пицца өзінің бір ерекше дәмін сақтап қалады. Егер мен ұсынған рецепті сізге ұнаса, өзіңізді және жақындарыңызды жасап қуантыңыз. Және менімен бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет, бәріңізге ас болсын.